أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي اتمم بالخير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті қатысушылар, алла тағала баршамыздың оразаларымызды, дұғаларымызды қабыл етсін. Ә, Бүгін біздің кемел ораза сабақтарының дәрістерінің 19-шы күні. Алла қаласа рамазанға да аз уақыттар қалды. Алла әсетсе біздердің дұғаларымызды, тілектерімізді Алла тағала қабыл етсін. Ә, Мейлі. Енді біздер алдыңғы сабақта оразаның хикметтеріне қатысты мәселеге келген едік, иә. Оразаның хикметтеріндеміз қазір. Енді оразаның хикметтерінің ішінде оразаның сырлары және әдептерін дегенге келдік бүгін, иә. Мейлі. Так, жалпы оразаның وللصوم ثلاث مراتب. оразаның үш несі болады, мәртебесі үш түрі болады, иә. Біріншісі сомул умум, жалпы ораза. Умум деген сөзіміз жалпы, жалпы адамдардың оразасы деген сөз, умум деген сөзіміз. Одан кейін сомул хусус, ерекше адамдардың оразасы деген сөз. Ерекше адамдардың оразасы. Сомул хусус, ерекшелердің ерекшесінің оразасы деген сөз. Үш түрлі ораза бар. Біріншісі жалпы адамның оразасы. Екіншісі ерекше адамдардың оразасы. Үшіншісі ерекшелердің ерекшелерінің оразасы, иә. Үш түрлі ораза болады. Сомул умум, сомул хусус, сомул хусусул хусус деп үшке бөлеміз. Біріншіде келетін болсақ, фәәмма сомул умум, жалпы адамның оразасы дегеніміз не? Бұл фахуа каффул батн вал фардж анил қадаи шахва. Яғни қарын мен жыныстық мүшені шахват өтеуінен сақтау, қысқасы, иә. Солай, иә. Жалпы ораза дегеніміздің терминдік мағынасы сондай, қысқасы, иә. Жалпылама сондай. Яғни сіз күні бойына ішіп жемесеңіз, жыныстық нұсқа түспесеңіз, сіз оразашы болып есептелесіз. Бұл ораза жалпы адамның оразасы деп айтылады. Енді ерекше адамдардың оразасы дегеніміз не жалпы? Уамасумул хусус. Хусус адамдардың, яғни жеке ерекшеленген адамдардың оразасы дегеніміз не? وهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع وسائر الجوارح عن الآثام. Екінші нәрсе, бұл көзді, тілді, қолды, аяқты, құлақты және де қалған ағзаларды күнәдан сақтау. Иә, керемет әдем. Яғни сіз тек қана ішіп жеуден ғана, жыныстық қатынастардан тыйылмайсыз, онымен қоса не істейсіз? Күнәдан тыйыласыз. Енді ағзаларыңызды күнәдан тыясыз. Қолыңызды, көзіңізді жаман нәрседен қараудан, иә. Тіліңізді жаман нәрсе, өсектен, өтіріктен, мысалға сондай нәрселерден, әзілден деген сияқты бос әңгімеден қолыңызды бір харам нәрселерден тыясыз, иә. Аяқты мысалға жаман жерлерден барудан тыясыз. Сама, яғни құлақ. Қалай айтамыз құлақты? Құлақты біреудің өсек айтып жатқан жерінен естімеу арқылы, немесе оларға тыю арқылы, ол жерлерден кету арқылы, иә. Бос әңгіме тыңдамау арқылы деген сияқты. Яғни бұл да керемет нәрсе жалпы. Яғни сізден сол нәрселер көріну керек. Яғни сіз оразашы кісі болып тұрып, иә, бұл нәрселерден сақтануыңыз керек. Яғни біреу өтірік айтып жатқан болса, біреу өсек айтып жатқан болса, біреу жаңағыдай осы әңгіме айтып жатқан болса, яғни басқа жерге бара салған жақсы деп айтты, иә.
өйткені бұл әңгімелер адамның әсер етеді жалпы, иә. Ііі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде не дейді, мысалы өсек айтып жатқан кезде, біреу өсек айтып жатқан кезде, ғайбат отқан кезде, ііі, сол жерде кісі мысалы тыймаса, ол кісі де сол өсекті айтушылардан болып есептеледі дейді пайғамбар хадисінде. Яғни сіз әңгіме айтып жатыр, өсек айтып жатқан кезде, сіз сол жерде тыймасаңыз, иә, ей бауырым, сен мына кісіні дұрыстап танисың ба өзі, мысалы қалай, сен неге бұл кісі туралы өзек былай үкім айтып жатсың деген сияқты. Танимын десе дағы танысаң да бәлки керек емес бұл әңгімелер. Не үшін айтып отырсың ол нәрсені? Яғни бұл үлкен күнә. Өйткені пайғамбарымыз алла тағала құран кәрімде дейді, сендер өздерің бауырлар ниеттерін жегенін жақсы көресіңдер ме дейді. Яғни أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه, сендер бұл нәрсені естіген жиіркенесіңдер дейді. Сол сияқты өсиет жатқан кезде олардың естіп отырудың өзі де өсиет береді, күнә өсиет береді. Жақсы. Енді ерекшелердің ерекшесі нелердің оразасы дегеніміз не? فهو صوم القلب عن الهمم الدانية والأفكار المبعدة عن الله تعالى وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية. وهذا الذم له شروط تأتي في غير هذا الموضع. Жақсы. Үшінші нәрсе бұл жеке ерекшелердің ерекшесінің оразасы деген сөзіміз. Бұл ең төменгі мақсаттардан жүректі сақтау. Яғни төменгі мақсаттар немесе яғни төменгі мақсаттар деген мақсат өте болмашы бір нәрселерді не істеу, иә, ізденіп жүру, жүрек осыны сақтау, сол бір уайымдарға арылу. Және де алла тағаладан ұзақ тұтатын пікірлерді, иә, ораза ұстау, яғни сол нәрселерді ойламау, қысқасы алла тағаладан ұзақ тұтатын нәрселерді. Күнәлі нәрселер болуы мүмкін, ол нәрселер енді сіздің ойыңызға істемесеңіз дағы ойыңызға келіп жатқан болса, иә, бұл алла тағала ұзақ тұтатын нәрселерді ойлап жатқан болсаңыз, бұл да немен есептеледі екен? Яғни ұзақ тұтатын нәрселерді ойламауыңыз, бұл да жүрек оразасы, яғни бұл да жүрек оразасы уже. Сіз ерекшеленіп ұстадыңыз, яғни алла тағала сізді уже ойыңызды, жүрегіңізді тазалап жатыр. Және де алла тағаладан басқа нәрселерді ойламау, олардың жақтау, қысқасы, оларды сақтану, оларға мұқтаж болмау деген сияқты. وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضوع. бұл оразаның алдағы уақытта түсіндірмесі болады, бірақ бұл жерде емес дейді. Яғни алдағы уақытта өтеміз бұл нәрсені, бірақ бұл жерде емес. Жүрекке қатысты бапта бұл мәселені талқылайды. Фәмин әдәби саум хусус, яғни екінші келесі нәрсе ерекше адамдардың оразасы дегенімізде бұл не әдептеріне жатады. ғұттул басар, көзді тыю, ғұттул басар, көзді тыю, وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام محرم أو مكروه. Тілді адамдарға зиян беретін харам немесе макрух сөздерді тыю, қысқасы, яғни және пайдасыз нәрселерден тыю, пайда бермейтін нәрселерден. және де қалған ағзаларды не істеу, сақ болу қалған ағзаларға. Иә, бұл да не екен? Ұсыныстардың оразасынан. في الحديث من رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. яғни пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде дейді,
кімде кім қауле зор деген сөзіміз, яғни бос сөз, яғни жалған нәрсеге, ә, бізде зур деген нәрсе негізі жалған нәрсеге куәлік ету, яғни бірақ бұл жердегі бос жалған бір сөздерден тастамаса, және де ол бос нәрсеге амал етуді тоқтамаса, فليس لله حاجة алла тағалаға немес дейді, қажет емес дейді, фи ән ядаа طعامه وشرابه, оның ішіп жеуден тыйылуына алла тағала ешқандай бір қажеттілік жоқ дейді. Яғни оның бір сол уақыттарды босқа бір сөздермен істермен өткізіп жіберу, мысалға иә, азаннан кешке дейін телефон шұқылап отырсың, азаннан кешке дейін бос бір нәрселермен айналысып отырсың, мысалы иә, яғни уақыт өткізейінші деп жүрген кезде, яғни рамазан айы өтіп кетті. Яғни уақыт өткізейінші деген сөз жалпы ең үлкен нәрсе, яғни мұсылман адамның ең қасиетті нәрсе сол уақыты. Яғни уақытыңыз болса құлшылық қылыңыз, уақытыңыз болса, уақытыңыз болмаса ұйықтаңыз барып, яғни егер де сол құлшылық қыла алмасаңыз, мысалы ең кемінде, яғни зікір етіңіз, алла тағала құран оқыңыз, өйткені құран айы деп айттық біздер иә, рамазан құран айы деп айттық. Сол себепті алла тағалаға сіздің тұтып жатқан оразаңыздың ешқандай бір келетін бір қажеттілік жоқ. Бұл қажеттілік тек қана біздегі ақырет үшін өтеліп жатыр, біз үшін, өзіміз үшін қажеттілік болғандығы үшін иә. Жақсы. Алла тағала баршамызға разы болсын, алла тағала бізді арттырсын, оразаларымызды кемел түрде орындауымызды алла нәсіп етсін. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آخر شيء درت إيدو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.